Сәлеметсіздер ме студенттер? Ақша несие банк пәні, яғни бүгінгі тақырыбымыз қарыз капиталы, пайыз және несие. Жоспарымыз біріншісі несиенің мәні және қызметтері, екінші жоспардың екінші сұрағы несиенің түрлері және нысандары, үшінші несие пайызының экономикалық мәні және түрлері, және пайыз нормасын анықтайтын факторлар туралы айтылатын болады. Ары қарай лекциямызды жалғастырайық. Несиенің пайда болуының алғы шарттары. Өмірлік қажетті нәрселерге жеке меншіктің болуы, екінші еңбектің бөлінуі, үшінші белгілі қажеттілік өмірлік заттың бір субъектілерді болмауы, ал басқа біреулерінде артығымен болуы. Несие қатынастары дегеніміз қайтарылу негізінде әртүрлі игіліктердің қозғалысы бойынша экономикалық субъекттер арасындағы экономикалық қатынастар. Қоғамдық өндірістің дамуымен байланысты тауар ақша қатынастарының пайда болуы және жетілдіруі несие шарттарын өзгертті. Несие қатынастарының объектісі де өзгерді, яғни өмірлік қажетті игіліктердің орнына олардың әмбебап нысаны ақша болып табылды. Несие беруші кредитор, қарызды уақытша пайдалануға беретін тарап. Қарыз беретін көздер ретінде жекеменшік қаражаттары және несие берушінің уақытша алған қаражаттары болуы мүмкін. Ал борышкер дегеніміз несиені алу уақытында дебитор қайтаруды мойнына алған тарап. Борышкер ретінде кәсіпорын банктер болуы мүмкін. Борышкер мен несие берушінің айырмашылығы. Борышкер қарызға ақша алған қаражаттың иесі емес, тек қана уақытша пайдаланушысы болып табылады. Борышкер қаражатты өндіріс, айналыс саласында пайдаланады. Борышкер қарызға алған қаражатты қайтарады. Борышкер қаражатты қайтарғанда алған сомадан артық соманы қайтарады, яғни қарыз процентін төлейді. Борышкер несие берушіге тәуелді, несие беруші шарттарын қояды, сондықтан борышкер қаражатты міндетті пайдалануға тырысады. Несиенің құрылымы. Несиенің тұрақты өзгермейтіндігін сипаттайды, бірінен бірі тығыз байланысты болатын элементтерді көрсетеді. Несиенің тұтастығын сипаттайтын элементтердің бірлігін көрсетеді. Яғни бұл жерде несие беруші, несие алушы және қарыз құны болып табылады. Қарыз капиталының пайда болатын ең бірінші көзі бұл өндірістік капиталдың қайталама айналымында уақытша бөлініп шыққан ақша қаражаты. Қарыз капиталының жинақталатын екінші көзі бұл мемлекеттік уақытша бос ақша қаражаты, яғни мемлекеттік резервті ақша қоры. Ол қор үкімет пен оның жергілікті органдарының жинаған салықтарынан, олардың шығындарының айырмасына тең. Қарыз капиталы құрылымының үшінші көзі бұл халықтық жинағы. Ол күнбе-күнгі қажеттілікке жұмсалмай, болашақтағы жағдайларға немесе ұзақ қолданылатын заттарды, қымбат тауарларды, жылжымайтын мүліктерді сатып алуға сақтап қойған жалақының бір бөлігі болып табылады. Экономикадағы қарыз капиталын жинақтау негізінен үш формада жүреді. Несие жүйесіне ақша салу, бағалы қағаздар сатып алу, сақтандыру компанияларына ақша салу. Мемлекеттік ақша жинақтауда үш формада жүреді. Несие жүйесінде әртүрлі қаржы активтерін қалыптастыру, бағалы қағаздар сатып алу жолымен және резерв қорын құру түрінде жүргізіледі. Халықтың уақытша бос қаражатын жинау формалары әртүрлі болып табылады. Ең көп тараған формасы бұл несие. Мекемелеріндегі, банктердегі, жинақ кассаларындағы шоттарға салған салымы. Сақтандыру компанияларындағы салымы. Арнаулы несие мекемелеріне салған салымы. Тұрақты процентті бағалы қағаздарға, әсіресе облигацияларға салған салымы. Акция сатып алуға жұмсалған ақшасы болып табылады. Қарыз проценті дегеніміз не? Ол уақытша қолдануға берілген құнның өзгеше бағасы болып көрінетін объективті экономикалық категория. Ал қарыз процентінің мәні дегеніміз ақша капиталын белгілі бір уақыттан кейін қайтарып беру міндетінен туындайтын экономикалық қатынастар. Бұл экономикалық қатынастардың субъектілері. Несие беруші ол қарыз процентін алушы. Қарыздар ол қарыз процентін төлеуші болып есептелінеді. Қарызға берілетін құнды мына формуламен өрнектеуге болады. Яғни формуланы қарай қоясыздар. А дегеніміз қарызға берілетін құн, А1 бұл борыштың өскен сомасы, дельта А бұл қарызға процент түрінде қосылған өсім несие үшін ақы. Несие келісіміне қатысушы жақтардың мақсаты табыс табу.
Несие берушінің алатын табысы процент. Проценттің мөлшері, яғни ставка деген қарыздардың несиені пайдаланғаны үшін несие берушіге төлейтін ақысы. Проценттің мөлшері нақты бекітілген немесе есепке алынған өзгермелі номиналды және реалды дисконтты болып бөлінуі мүмкін. Нақты бекітілген есепке алынған процент мөлшерін әдетте ресми процент мөлшері деп те атайды. Оны орталық банк, басқа банктерге, бірінші кезекте коммерциялық банктерге несие бергенде қолданылады. Номиналды процент мөлшері негізінен екі фактордың: бірінші, несие ресурстарына сұраныс және ұсыныстың ара қатынасына және инфляцияның қарқынына байланысты туындайды. Реалды іс жүзіндегі процент мөлшері есептеу жолымен шығарылады, яғни номиналды процент мөлшерінен инфляцияның қарқыны алынып тасталады. Реалды процент мөлшері несие берушінің алынатын табысының көзі. Несиенің заңдары несие қозғалысының ерекше жақтарын суреттейді және осы қозғалыстың бағытын басқа экономикалық категориясына байланыстыра және несиенің нақты материалдық процесс қатынастарын көрсетеді. Несиенің қызметі айқындау дегеніміз оның мәнін талдаудың жалғастыру болып табылады. Несиенің қызметі оның сыртқы факторлардың әрекеттерін көрсетеді. Несиенің қызметі объективті сипатта болады.